Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін бізде математика 4-ші сынып 70-ші сабақ. Тақырыбымыз X айырма бойынша белгісіз табуға берілген есептер. Бізде берілген жаңағы бөліге берілген есептер және сандар берілген. Ауызша есепте және жауаптарын өз суретімен орналастыр. Сонда сен әлия тұратын қалада қандай фабрика бар екенін білесің. Бізде берілген 49.000 бөлу 7.000, 7.000-ның 3 нөлімен 49.000-ның 3 нөлі қысқарады. Сонда 49-ды 7-ге бөлгенде 7. Бұл Q. Екіншісі 42-ні бөлеміз 7 және 3 нөлдері қысқарады. 42-ні бөлеміз 7-ге, сонда 6 О. 32.000 бөлеміз 8.000 тең болады 32 бөлу 8. Сонда бізде 4-ке шығады. 56.000 бөлеміз 7.000, нөлдері қысқарады. 56-ны 7-ге бөлеміз 8. 88-ні бөлеміз 4.000, 88-ді бөлеміз 4-ге 22. 36.000 бөлеміз 400. Яғни 2 нөлі қысқарады 400-бен. 360-ды 4-ке бөлеміз 90. Бұл А. Яғни өз суретімен жазғанда 4, 6, 7, 8, 22, 90. Тоқма. Тоқма фабрикасы. Яғни бұл жерде мына осы көбейту кестені көбейтуді және бөлуді орындағанда бізде өз суретімен сөздер шығады екен. Сонда бізде тоқма фабрикасы деген сөз шығады. Екіншісі, есеп сызбасына қара, берілген мәліметтер нені білдіреді? Есепте нені табу керек? Есепті шығару жоспарын құрып оны шығар. Бізде шалбар 90 дана, көйлек 600 дана. 60 метр артық көйлектен шалбар. Яғни барлығына қанша жаңағы метр мата кетті деген сияқты сұрақ болу керек. Шалбар 90 дана, қанша метр екен белгісіз, бірақ 60 метр артық кофтадан. Кофта 60 дана, метрі белгісіз. Бірінші біз 90-ды азайтамыз 60-ға 30, 60-ты бөлеміз 30-ға тең 2 метр бір киімге. 2-ні 90-ға көбейтеміз 180 метр, 2-ні көбейтеміз 60-ға 120 метр кофтаға кеткен. Яғни жалпы 2 шалбар мен кофтаға 180-ді қосамыз 120-ға 300 метр мата кеткен екен барлығына. Үшінші есеп, бір көзеші 1300 теңге, ал екіншісі дәл сондай бұйым жасай отырып 1950 теңге табыс тапты. Екіншісіне қарағанда бірінші көзеші 2 бұйым киім жасаған болса, онда олардың әрқайсысы қанша бұйымнан жасаған? Бір көзеші 1300 теңге, бірақ белгісіз қанша бұйым жасағаны. 2 бұйым киім екінші көзешісіден қарағанда. Екіншісі көзешісі 1950 теңге. Бұйымы қанша бұйым жасаған белгісіз. 1950-ден 1300-ді азайтамыз 650 теңге. 650 теңгені 2-ге бөлеміз 325 теңге бір бұйым бағасы. 1950-ді бөлеміз 325-ге 6 бұйым екінші көзеші. 1300-ді бөлеміз 325-ге 4 бұйым. Бірінші көзеші 4 бұйым, екінші көзеші 6 бұйым жасаған екен. Төртінші есеп, досыңмен есепті шығару жоспарын құр, оны шығар. Киім тігетін шеберханада ұзындығы 96 метр және 84 метр 2 орам мата болды. Олардан көйлектер тігілді, бірінші орамға қарағанда екінші орамнан 3 көйлек кем тігілді. Әр орамдағы матадан барлық қанша көйлек тігілді? Бірінші орамда 96 метр, қанша көйлек тігілгені белгісіз. Екінші орам 84 метр. Бұл да белгісіз, бірақ 3 есе кем, 3 жаңа көйлек кем. Енді шешуі 96-ны 84-ге азайтамыз 12. 12-ні бөлеміз 3-ке 4 метр бір көйлекке кеткен мата. 96-ны 4-ке бөлеміз 24, бір орамнан 84 бөлеміз 4, екінші орамнан кеткен мата. Бірінші орамнан 24 көйлек, екінші орамнан 21 көйлек тігілген екен. Бесіншісі, берілген сандарды дөңгелектен ондықтарға дейін 583, 362, 643, 359 берілген. Яғни біз дөңгелек дейтін болсақ 583
яғни 80 ондықтарға дейін дөңгелектейтін болсақ 85-тен асу керек, е? 85-ке аспаса, яғни 80 деп қалдырамыз. 583, яғни дөңгелектейтін болсақ 580, 362, 360, 643, 640, 359, 360. Әсі жүздіктерге дейін 3622, 14999, 1456, 16341 жүздіктерге дейін. Яғни жүздіктерді қараймыз. 3622, яғни 3650-ден аса, яғни 700 деп аламыз. Ал 50-ге жетпейтін болса, біз 600 деп қалдырамыз. 3622, яғни 3600 болады. 14999 ол 15000. 1456, 1500 шығады. 16341, 16300, яғни 41, 50-ге жетпей тұр, е? Мыңдықтарға дейін дөңгелектейміз. 6356, 6000, 52446, 52000, 9215, 9000, 23558, 24000 деп аламыз. 6-шысы. Өрнектерді жазбаша есепте және оны шығар. Бізде 1207 берілген 8-ге көбейтеміз. 96056. Оны тексеру үшін 96056-ны 8-ге бөлеміз. Сонда 12007 саны шығады екен. Дәл осы түрде 50007-ні көбейтеміз 9-ға. 450.063 шығады. Оны тексеру үшін 450.063-ті 9-ға бөлеміз. 50.007 шығады екен. Дәл осы түрде қалған есептерді де шығарамыз. 7-ші есеп. Есепті оқы, есепті шығармай-ақ оның сұрағына бірден жауап бере аласың ба? Жауабыңды түсіндір. Бізде туристер екі бағытты таңдады. Бірінші, Көккөл ең ірі тау сарқырамаларының бірі. Оған апаратын жолдың ұзындығы 35 километрді құрайды. Туристер атпен 5 км сағатына жылдамдықпен жүрді. Яғни бізде S1-міз 35 км, V1 5 км сағатына, S2 51 км, V2 3 км сағатына. Уақыттары белгісіз. Яғни шешуі T1 тең S1 бөлеміз V1, 35-ті бөлеміз 5-ге 7 сағат, бірінші жолаушы. Екінші T2 бөлеміз T2 бөлу S2 бөлу V2. 51-ті 3-ке бөлеміз 17 сағатына, екінші жолаушы. Яғни екінші жолаушы үлкен, бірінші жаңағы жолдың жылдамдығы. Екінші жолға туристер көбірек және 10 сағат артық жұмсайды екен. 8-шісі. Сол жақ бөлігін бірден ықшамдауға келмейтін теңдеудің күрделі түрін шешу алгоритмін есіңе түсір. Яғни, бірінші теңдеуді шеш дейді. Y азайтамыз 4760, азайтамыз 3568, тең 81598. Амалдардың орындалу ретін анықтаймыз. Соңғы амалды тап, белгісіз компонентті анықта, белгісіз компоненттерді табу ережесін қолданамыз. Қажет болса оң жақ бөлігін есептеп, ал теңдеудің түбірі табылды ма? Тексеруді орында. Яғни осы нұсқаулық бойынша теңдеуді шығарамыз. Y азайтамыз 4760 тең 81598 қосылған 3568. Y азайтамыз 4760 тең 85166. Y тең 85166 қосамыз 4760. Y-іміз тең болады 89926. Енді тексереміз. 89926-ны азайтамыз 4760, азайтамыз 3568. Тең болады 81598-ге. Теңдеуіміз теңесті. Дәл осы түрде қалған теңдіктерді де шығарамыз. 9-шы есеп. Кесте бойынша өрнектер құр және жаз. Олардың мәнін тап. Азайғыш 1000, азайтқыш 305, көбейтілген 3. Яғни бізде болады 1000 азайтамыз 305, көбейтілген 3. Бірінші амал көбейту, одан кейін азайтуды орындаймыз. Көбейтуіміз 915, 1000-нан 915 азайтамыз 85. Дәл осы түрде қалған есептерді де шығарамыз. 10-шы есеп, есепті шығар.
туристік саяхатқа бару үшін артық жанармай алып шығу қажет. Банктың пішіні ұзындығы 8 метр, ені 6 метр, биіктігі 4 метр болатын тікбұрышты параллелепипед тәрізді. Бақтағы жанармаймен қанша 20 литрлік канистрді толтыруға болады? Яғни 1 литріміз 1 дециметр кубқа тең. А 8 метр, В 6 метр, С 4 метр. В белгісіз бак. 20 метрлік яғни 20 метрлік канистр. Қанша көлемі қанша екен белгісіз, 1 литр 1 дециметр кубқа тең. В тең ұзындығын ен биіктігін көбейтеміз, сонда бізде болады 192 мың дециметр кубқа. 192 мыңды бөлеміз 20-ға 9600 жаңағы канистр. Бактағы жанармаймен 20 литрлік 9600 канистрді толтыруға болады екен. 20 литрлік жаңағы жанармаймен 9600 канистрді толтыруға болады екен. 11-ші есеп. Есепті шығар. Біздің ауданда 2 тауық фабрикасы салынды. Үлкен фабриканың ауданы 60 метр квадрат, ал кішісінің ауданы 40 метр квадрат. Олардың әр квадрат метрдегі құстарға бөлінген орын саны бірдей. Егер кіші фабрикаға қарағанда үлкенінде 100 тауық артық болса, онда әр қайсында қанша тауықтан болады? Үлкен фабрика 6 метр квадрат, қанша тауық екен белгісіз, бірақ 100 тауық артық. Кіші фабрика 40 метр квадрат, қанша тауық екен белгісіз, орын саны бірдей. 60-ты 40-қа азайтамыз, 20 метр квадрат. 100-ді бөлеміз 20-ға 5 тауық метр квадратына. 60-ты көбейтеміз 5-ге 300 тауық үлкен фабрикада. 40-ты көбейтеміз 5-ге 200 тауық, яғни кіші фабрикада. Үлкен фабрикада 300 тауық, кіші фабрикада 200 тауық бар екен.